Келесі 2-де бірінші есебіміз. Дүкенде шоколадтың 6 түрі, карамельдің 10 түрі бар. Шоколад деп жазайын да, оның 6 түрі бар. Қандай бір 6 түрі бар екен. 3, 4, 5, 6. Ал дәл осылай карамельдің 10 түрі бар. Мынау карамельді негізі 3 бұрышты қылып жасағанымыз дұрыс болады. Себебі ерекшеленіп тұрсын деген. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Енді бірінші жағдайда дейді, бір түрінен, яғни шоколадтың да, карамельдің де бір түрінен сатып алуға болады дейді. Бір түрінен алатын болсақ, онда біз қосу әдісін таңдаймыз да, 6-ға қосамыз 10-ды. Тең болады 16-ға. Біріншісі. Енді екіншісінде шоколадтың бір түрі және карамельдің бір түрінен неше тәсілмен кәмпит сатып алуға болады дейді. Шоколадтың бір түрі кәмпит аламыз. Екіншісі аламыз, екіншісін аламыз. Біріншісі мен үшіншісін аламыз, біріншісі мен төртінші аламыз, біріншісі мен бесінші аламыз. Дәл солай барлығымен алып шығамыз. Одан кейін екіншісі мен аламыз, екіншісі мен біріншісін аламыз, екіншісі мен екіншісін аламыз, дәл солай үшіншісін аламыз, дәл солай 10-ын алып шығамыз. Бұл жағдайда көбейту әдісін табамыз. Сонда 6-ны көбейтеміз 10-ға, нәтижесі 60-ға тең болады екен. Яғни 60 тәсілі бар екен. Келесі 2-де екінші есебіміз. Ас мәзірінде 3 бірінші, 4 екінші және 5 үшінші тағамдар тізімі бар. Осылардан барлығы неше түскі ас алуға болады дейді. Сонда 3, 4, 5-тің көбейтіндісін алып, нәтижесі 60-ға тең болады, 60 түскі ас алуға болады екен. Келесі 2-де үшінші есебіміз. Кітап сөресінде комбинаторикадан 2 кітап, ықтималдықтан 5 кітап, алгебрадан 4 кітап, тарихтан 3 кітап, әдебиеттен 6 кітап қойылған. Неше тәсілмен математикадан 1 кітап алуға болады дейді. Яғни бірінші есебімде тек қана математиканы сұрап тұрмын. Сондықтан да қосу тәсілін пайдаланып, математикаға арналған кітаптарды қосып шығамыз. Сонда 2 кітап комбинаторика, қосылған ықтималдық 5 кітап және алгебрадан 4 кітап. Сонда нәтижесі 11 кітап алуға болады екен. Жалпы математикаға арналған. Келесі екінші математикадан 1 кітап немесе әдебиеттен 1 кітап таңдап алуға болады. Яғни осы санға 2 қосылған 5, қосылған 4, қосылған енді әдебиетті қосамыз. Әдебиеттен 6 кітап. Сонда нәтижесі 17 кітап таңдап алуға болады екен. Келесі 2-де 4-ші есебіміз. Әрі 3-ке де, әрі 4-ке де бөлінетін неше 2 таңбалы натурал сан бар дейді. Теріп жазайық. 3-ке де, әрі 4-ке де бөлінетін бізде 12 саны және 24 саны бөлінеді, және 36, 48 саны бөлінеді, 60 саны бөлінеді, 72 бөлінеді, 84 және 96 сандары бізде 3-ке әрі 4-ке бөлінетін сандар екен. Сонда бізде 8 сан бар екен.